Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге жұмсақ әрі нәзік булочканың рецептімен бөліскім келіп отыр. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Жылы сүтімізді ыдысымызға құямыз. 1,5 кішкентай қасықпен құрғақ дрожжымызды саламыз. Онан кейін жұмыртқаның ақ уызын құямыз, сары уызын алып қоямыз бетіне жаққанға. Онан кейін керек мөлшерде қантымызды өлшеп қантымызды саламыз. Бәрін араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз. 1 шымшым тұзымызды саламыз. Онан кейін електен өлшеніп тұрған ұнымызды 2 бөліп саламыз. Осылайша жартысын саламыз. Електен өткізіп, қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап қамырымызды илейміз, басын біріктіріп. Осылай қамырдың басын біріктіріп илеп қойып қоямыз, қамыр ашқанша. Жақсылап көтерілуі қажет. Неге қамырымыз көтерілді? Қамырымызды алып, керек бөлшектерге бөлеміз. Енді әр бөлшегін жеке-жеке осылай жайып аламыз, жұқа қылып жаямыз. Булочка нәзік болуы қажет, осылайша оны жұқа қылып жайып. Үй температурасын сармайды алып, жұқалап жағып шығамыз. Ішіне начинкамызды саламыз. Мейіз және де мен шоколад. Жартысын мейізбен жасаймын, жартысын шоколадпен жасаймын. Осылайша орап алып, бұны 2 бөлшекке бөлеміз осылай. Енді бөлінген бөлшекті алып өріп, осылай енді булочканы осылай ораймыз дөңгелектеп. Сөйтіп барлығын жеке-жеке осылай жасап шығамыз. Тағы көрсетеміз сіздерге. Қамырымызды жаямыз. Үй температурасында сармайып жұқалап жағып шығамыз. Ішіне начинкамызды саламыз. Осылай ораймыз ұнша етіп, онан кейін 2 бөлікке бөлеміз. Онан кейін өреміз. Осылай енді осылай дөңгелектеп қоямыз. Тағы көрсетіп шығайын. Қамырымызды жайып, сары майымызды жағамыз үй температурасында. Ендігі начинка шоколад. Ақ қара шоколад осылай салып шығамын, ораймын. Тағы да осылай бөліп, қамырымызды өріп, булочкамыздың формасын осылай шығарамыз. Барлығын осылайша шығарып, пергамент төселген ыдысымызға қойып, бетіне жұмыртқаның сарысы және сүтті араластырып, бетіне жақсылап жағып шығамыз. Тағы да 10 минутқа қойып қойса болады. Булочканы жағып болғаннан кейін, дайын болғаннан кейін көтеріледі, булочка әдемі болып піседі. Енді қызып тұрған пешімізге 170 градусқа 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей булочкамыз дайын болды, нәзік әрі дәмді, үлпілдеген. Міндетті түрде осы рецептпен сіздерді дайындап көрсеңіздер болады. Ұнайды деген ойдамын. Комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар.